Ерте кезде бір хан шеру тартып келе жатып, сусыз, шөлейт далаға кезігеді. Жүре-жүре жанындағы адамдары, көліктері де әбден шөлдейді. Осылай тарығып келе жатқанда алыстан кішкене бір ат көрінеді. Хан жігіттеріне: адырлы жер ауызсыз су болмайды, тез барып қараңдар дейді. Жігіттер адырдың үстіне шығып, қойнауында жайылып жүрген бір қора қойды көреді. Жай тұрмай, қой иесіне жақындап келген олар. Қой бағып жүрген қойшыны менсінбегендіктен оған сәлем де бермейді. Сәл тұрғаннан кейін су қайда деп зіркілдеп ала жөнеледі. Су дегенің көл ме дейді қойшы. Өзің қалай қисық сөйлейсің бізге? Қанға ішетін ауыз су керек дейді өкіреңдеген шабармандары. Қан ішеді екен деп қасқайып ағып жатқан бұлақ көргенім жоқ дейді қойшы. Шабармандар одан әрі ызаланып күш көрсетпек болады. Мен де сендердей адаммын, қара жерден бұлақ ағызар, су иесі Сүлеймен емеспін деп қойшы шабармандардың аузын аштырмай. Дымы құрыған жігіттер хан алдына: жүр, сенімен сонда сөйлесеміз дейді. Мен сендерде ерігіп жүрген жоқпын, алдымдағы малды тастап ешқайда бармаймын деп қойшы сазарып отырып алады. Шабармандары ханға айтып келеді: қойшы бір кесір адам екен, бір жақсы сөз ести алмадық, сосын өз әміріңізді тыңдауға келдік дейді. Хан шабармандарын тыңдап болған соң оны ұрмай соқпай осында алып келіңдер деп 3 жігітті жібереді. Хан әмірі 2 болмайды. Жігіттер қойшыны еріксіз алып келеді. Шақырғанда неге келмейсің? Судың жөнін неге айтпайсың? Алыңдар мынаның басын деп жендеттеріне хан әмір етеді. Жендеттері қылыштарын көтере бергенде қойшы басын төмен иіп дат тақсыр дейді. Датың болса айт деп хан жендеттерін тоқтатып қойшыға сөз береді. Мен сізге бір шөже торғай мен сұңқардың хикаясын айтайын деп қойшы сөз бастайды. Ерте кезде бір сұңқар ашығып жем таба алмай өзен бойын өрлеп келе жатса, алдынан бір шөже торғай ұша жөнеліпті. Сұңқардың көзіне қан толып торғайды бір алып, енді жеуге айналғанда, торғай: сұңқар мырза, бір ауыз арыз тыңдаңыз, соны айтып болған соң жей беріңіз депті. Шөже торғаймын, қорбиған жүнім болмаса, сіздің бөтекеңізге жұғым болар етім де жоқ. Жарымайтын нәрсеге асыл тұмсығыңызды босқа былғайсыз. Қарын ашқан сұңқар қармаққа шаншар еті жоқ шөже торғайға түсіпті, тұмсығын былғапты деген жаманатқа қаласыз ғой. Өзімнің жанымды қорғап отырғаным жоқпын. Сіздің сұңқар атыңызға нұқсан келеме деп отырмын деп. Шөже торғай осыны айтып жей беріңіз дегенде көзін жұмып, қанатын жайып алдына жата кетіпті. Сұңқар ойланып шөже торғайды қоя беріпті. Мен алдымдағы аз ғана қойды бағып жүрген қойшымын. Е атым жоқ, е атағым жоқ. Менің басымды алғаныңызды ешкім елей де қоймас. Сондай үлкен жауды жеңіпті деп сіздің батырлығыңызды кім дәріптейді? Қайта қолындағы қаруы жоқ, қасында қорғаушысы жоқ, бейшара қойшыны өлтіріпті деп күлмей ме? Жауына әлі келмеген соң кегін қол астындағы қойшыдан алыпты деп тірідей өлтірмей ме сізді? Әміріңізге құлдық, алам десеңіз міне басым деп қойшы ханның алдына тізерлеп отыра кетіпті. Сонда хан: япыр-ау, сөз тапқанға қолқа жоқ. Басың азат, бірақ бізге судың жөнін айт депті. Қойшы: ай тақсыр хан-ай, су таба алмайтын топты бастап жорыққа шығыпсыз. Қос өзеннің арнасы алдыңызда көрініп тұр ғой. Соны таппай қолыңызды қаңсытып, шөлдетіп келесіз. Келешекте қалай жол тауып қол бастайсыз деген екен. Осыны айтып қойшы өгізін бір тебініп қойына кетіпті. Еңсесі түскен хан қойшыдан жеңіліп орнында отырып қалды.